Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Осыдан біраз жыл бұрын кішкентай қалашықта қайғылы жағдай болған еді. Бір көшенің бойында тұратын кішкентай ұл бала мен қыз бала балабақшада аяқ астынан қайтыс болды. Оларға не болғанын ешкім білмейді. Тәрбиешісі әдеттегідей балаларды түсте ұйықтатады, бірақ ұл мен қыз ұйқыдан оянбай қалады. Бірден балабақшаға жедел жәрдем шақырылды. Дәрігер келе сала балаларды қарап шықты да, олардың қайтыс болғанын айтты. Балабақшаның меңгерушісі де, тәрбиешілері мен күтушілері де қорыққандарынан не істерлерін білмей абыр-сабыр. Балалардың ата-аналарына хабар берілді. Олар балаларының енді жоқ екеніне сенгісі келмей қатты қиналды. Бүкіл қала болып балалардың ата-аналарына қолдау білдіріп жатты. Сонымен ата-аналары балаларын өз үйлеріне алып кетті. Олардың денесін жуып, жер қойнына тапсыруға дайындалды. Ертеңіне таңертең жерлеу рәсімі белгіленді. Тура жерлеу рәсіміне дайындалып жатқан кезде қайтыс болған қыздың үйіне кешегі дәрігер екі өкпесін қолына алып жүгіріп келді. Ол қыздың ата-анасы мен туған туыстарына баланы көрсетулерін, ең болмаса баланың қолын ұстап көруіне рұқсат берулерін өтінді. Ол дәрігерлік қате кетіп, қыздың шын мәнінде әлі тірі болу мүмкін екенін айтты. Алайда қыздың ата-анасы есі ауысқан дәрігерді қыздың денесіне жолатқысы келмеді. Өйткені олар өз перзенттерінің о дүниелік болғанына көндіккен еді. Дәрігер олардың аяқтарына жығылып, қыздың алақанына болмашы ғана тілік жасап көретінін айтты. Бірақ арулап желеуге жуындырып қойған қызының денесіне қандай да бір тыртық түсуіне рұқсат бермейді әкесі. Қыздың ата-анасын көндіре алмаған дәрігер жүгіріп ұл баланың үйіне келді. Ол жақта да дәрігерді жынданған болар деп ешкім оның сөзіне мән бермеді. Бірақ ұлдың анасы баласын құтқаруға қандай да бір үміт болса, оны да көру керек деген ойда дәрігерге көруге рұқсат берді. Дәрігер ұл баланың алақанын ұстады да, бірден қолындағы құралмен баланың алақанын тіліп жіберді. Бірден сорғалап қан ақты. Оны көрген дәрігер жедел жәрдем шақырыңдар деп айқайлады. Жедел жәрдем келіп, баланы ауруханаға алып кетті. Ал әлгі дәрігер қайтадан қыздың үйіне жүгірді. Алайда ол кешігіп қалған екен. Қыз баланы жерлеп қойыпты. Қыздың ата-анасы зиратты қазуға үзілді-кесілді қарсы болды. Қызды жерлеп үйлеріне қайтқан қыздың туыстары ұл баланың ауласында жедел жәрдем көлігінің тоқтап тұрғанын, одан балаларын көтеріп, қуанышты жүздері бал-бұл жанып түсіп келе жатқан ата-ананы көрді. Ұл бала алақандағы тілінген жері ауырып тұрғанын айтып, жылап тұр екен. Бұны көрген қыздың ата-анасы қыздары жерленген зиратты қазуға жүгірді. Дәрігер полиция қызметкерлерінен жерленген қыздың денесін алып шығуға рұқсат сұрады. Тиісті органдар зиратты қазуға рұқсат берем дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Сонымен қала тұрғындары қыз баланы құтқару үшін тездетіп зиратты қаза бастады. Олар қыздың денесін көргенде қатты таңғалды. Байқұс қыз әбден көмілгеннен кейін есін жиып өмірі үшін күрескен екен. Үстіндегі ақ мата әбден жыртылған. Аузы ашылып құмға толып қалған. Сонымен қыз қайтыс болыпты. Бұл оқиғаның түсініксіз тұстары көп. Ұл мен қыз қайтыс болған күні оларды қараған дәрігер сол күні түнде түс көріпті. Түсінде қыз бала тіріліп келіп, оған қарап отыр екен. Ол қыз ұйықтап жатқан дәрігерді оятуға тырысып, «Ағатай, мені неге тіріде көміп тастадыңыздар?» деп қайталай берген екен. Осы оқиғадан кейін дәрігер ауруханадан кетіп қалыпты. Ешқашан адам емдеумен айналыспаған екен. Өйткені ол қыз баланың өлімі үшін
өзін ешқашан кешіре алмаған екен. Иә, өмір болған соң неше түрлі келеңсіз жағдай болады. Бұл жерде дәрігердің жұмысына деген салғырттығы ма, әлде қыз баланың ата-анасының сенбеушілігінен туындаған жағдай ма? Кім кінәлі? Құрметті оқырмандарым, назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Өз пікірлеріңізді төменге комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады.